Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін 9 сынып оқулығындағы тірі ағзалардың бөліп шығару өнімдері тақырыбымен танысатын боламыз. Барлық тірі ағзалар қоректеніп тыныс алғаннан кейін ағзада қажетсіз заттар түзіледі. Бұл заттар сыртқа шығару процесі бөліп шығару деп аталады. Нәруыздар ыдырағанда құрамында азоты бар улы заттар түзіледі. Жануарлар осы улы заттарды әртүрлі түрде сыртқа шығарады. Азотты зат алмасудың негізгі соңғы өнімдері аммиак, несепнәр, зәр қышқылы. Бұл өнімдердің қайсы бөлінетін жануарлар тіршілік ортасына байланысты. Сонымен қатар тер де бөліп шығару өнімдерінің бірі болып табылады. Тер арқылы артық су, минералды тұздар, аз мөлшерде несепнәр бөлінеді. Тер ағза температурасын реттеуге де қатысады. Біріншісі ол бізде аммиак. Аммиак өте улы зат. Оның ерекшелігі суда өте жақсы ериді, ағза үшін улы. Көп су қажет болғандықтан көбіне су тіршілік ететін жануарларда кездеседі. Несепнәр ерекшеліктері аммиакқа қарағанда ол улы емес, суда жақсы ериді, ағзаға суды үнемдеуде мүмкіндік береді. Сүтқоректілердің негізгі бөліп шығару өнімі несепнәр. Зәр қышқылы суда нашар ериді, ақ түсті кристалл түрінде бөлінеді. Оны шығару үшін өте аз су қажет. Сондықтан бұл зат құрғақ жерде тіршілік ететін жануарларда тиімді. Гуанин өрмекшітәрізділердің кейбірінде азот алмасудың соңғы өнімі ретінде гуанин түзіледі. Енді осы жаңағы су жануарлары, құрылықтағы жануарлар, құстар және қосмекенділер туралы ақпарат бере кетейін. Су жануарлары ол ішінде балықтар және су омыртқасыздары суда өмір сүретіндіктен суды үнемдеудің оларға қажеті жоқ. Улы аммиак бірден суға таралып кетеді. Сондықтан олар көбінесе аммиакты бөледі. Ал құрылықтағы жануарлар, құрылықта су үнемдеу маңызды. Сондықтан құрлық жануарлары аммиакты ағзада ұстамай, оны несепнәрге немесе зәр қышқылына айналдырады. Бұл олардың ағзасын уланудан қорғайды. Құстар су қорын үнемдемейді. Ұшу үшін дене салмағының жеңіл болуы қажет. Сондықтан олар қою ақ түсті зәр қышқылын бөледі. Оның себептен құс аңғырығында сұйықтық өте аз болады. Қосмекенділер. Қосмекенділердің бөліп шығару өнімдері олардың қай ортада өмір сүретініне байланысты өзгереді. Суда жүргенде аммиак бөледі, құрлыққа шыққан кезде несепнәр бөледі. Енді сіздердің оқулығыңыздағы берілген мына кестеге тоқтала кетейік. Бұл жерде яғни тірі организмдердің жаңағы қай жерде тіршілік ететініне байланысты және олар не бөледі, сол тіршілік ететін жануарларға қай жануарлар жатады және олардың себебі немесе физиологиялық негіздемесіне тоқталайық. Бізде біріншісі берілгені ол тұщы су. Яғни тіршілік ортасы тұщы суда тіршілік ететін жануарларға мына жерде кестеде көріліп тұр өздеріңіз. Балықтар, су омыртқасыздары, бұлар жаңағы алдында атап кеткендей аммиакты бөліп шығарады. Себебі, яғни су жеткілікті болғандықтан олар аммиакты оңай шығарады деп жаңа айтып кеттім. Немесе суды қорға жинаудың қажеті жоқ, ағза оның жеткіліксіздігінен сезінбей одан оңай арылады, яғни аммиактан. Екіншісі ол бізде құрлықта тіршілік ететін жануарлар. Мына жерде тұр, яғни сүтқоректілер, адам, теңіз сүтқоректілері, балықтар, соның ішінде шеміршекті балықтар, бақалар, жорғалаушылар класының арасынан. Бұлар яғни несепнәр бөледі. Физиологиялық негіздемесіне келсек, олар суды үнемдейді және олардың уыттылығы төмен. Немесе ағза суды аз тұтынады, суды қатты жеткіліксіздігінен артық мөлшерін сезінбейді. Үшіншісі бізде бұл тіршілік ортасы болып келетін құрлық, яғни тұзды су ортасы болып табылады. Оларға жататындар құстар, жорғалаушылар және біз жәндіктер жатқызамыз. Олардың бөліп шығару, яғни бізде зәр қышқылын бөліп шығарады. Не себептен?
себебі олар өте аз су бөлінеді олардан. Яғни ағза әрдайым суды үнемдеуге және аз мөлшерде концентрлі зәр бөлуге мәжбүр болады деп айтып кетсек болады. Енді осы кестені дәптеріңізге сызып жазып алыңыздар, бұл сіздерге аса қажет болады. Қорытындылай келе, яғни бөліп шығару жүйесі дегеніміз ол ағзадан қажетсіз және улы заттардан шығару процесін айтамыз. Азотты зат алмасудың соңғы өнімдеріне нелер жатады десе, ертең тестте келген кезде сіздер аммиак, несепнәр, зәрқышқыл деп жауап бересіздер. Аммиак деген ол ең улы, бірақ суда жақсы ериді. Несепнәр деген уыттылығы төмен, суды үнемдейді. Ал зәрқышқылы ең аз сумен бөлінеді, сондықтан құрғақ ортаға бейімделген жануарларда кездеседі. Бөліп шығару өнімнің түрлі жануарлардың тіршілік ортасына және суды үнемдеу қажеттілігіне байланысты тер арқылы ағзадан су, тұздар және аз мөлшерде несепнәр бөлініп, дене температурасы реттеледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.